Assalamualaikum. Waalaikumsalam ağa Serjant Zerembayev. O Moldo'ga sizdeki tanıştıkla. O bu qalay bol sizdeki. Ne bop qaldı? O jurttun bärine osu zаңды buzba, күнә bolat dep özüňiz zаңды buzуп күнәгә belçeňizden batyp gelatsız goý. Ay, endi bayqamay qaldım bawrum, bayqamay qaldım. Janazadan kele jatırım. Janazan köňülim küýüm bolmay, köňül giyimçip ana üýdüň ýerlerine çağınım aşy bölsüm çılamsırap geletdim. Son bayqamay qaldım. Endi Moldo'ga janazan birinchi marta chiqarib kelayotgan jo'q шығарсыз. Sonda da her janazanın özüne ornu bölek qoyup. Endi türüňizge qarasam bir opitniy Moldo'ga oqsaýsыз. Oybay, men ne istep koydum? Oybay Moldo'ga ne istep koydunuz? Күнәнин көкөсүн istep kelatsız goý siz gezir. Birinçiden Moldo'ga ana жерден повороттан atıp çıktınız. Splashnoydu kestiňiz. Sosun поворотник jakkan joksuz. Mana farınız jagılmagan. Remendi takpagасыз. 5 statiya lишение правпен кетейин деп tursiz goý siz. Ay, bir jolga keşirip jibere sanmaysız ba? Yok. Kim görüp dur, kim görüp turgan? Oy, Moldo'ga kim görüp tur degeniniz? Ana orada, ana kamerani görüp tursiz ba? So kamera görüp tur goý. Bolmaydy, zаңга kayşı goý Moldo'ga. Hazır sizdi jibere salsam Moldo'ga. Artыңızdan birew tutayım da, sosun ol aytady goý. Anany jibere saldım, meni de jibere saldım. Zang bärimizge birdi emes ba? Birdi goý endi. Başka amal jok ba endi bunun? Oy, amal bar goý. Bäse solay deseňiz endi. Endi bir jolun jasap jiberseňiz Moldo'ga endi jibere salamyz goý. Ne deydi? Astagfirullah, ket şeytan. Sen bawrum, sen meni mene günah jasaka itermelep tursun ba? Meni kim ekenimdi bilesizmi sen? Moğuldamın men. Meni günaha itermelemeydi. Zаңda parаны algan adamda, parаны bergen adamda günahkar. Moldo'ga qoş. Осы жолы күнәңіз мені арқалай салайыншы сон. Ой, sen hazır aytpırsın ертең. Ахиретте Алланың алдына барганда секіресің ғой сен. Ой, секірмеймін. Еркекше ма? Еркекше. Әкел қолда. Мені еркекше. Мойны аласың ғой? Мойныма аламын. Мені арқалай салайыншы. Міне. Ал, болды. Жолыңыз болсын енді, өз-өзіңіз қинамай. Күнәға батпай, ережен бұзбай жүріңіз енді. Жақсы. Жүре беріңіз болды. Ай, Молдоға. Не, садақаңыз қабыл болсын, Молдоға. Тағы бір тауып келе жатыр. Xat ne? Ağa otağası. Gel bere. Ne olub qal tınışdıq ba? Kimge oqsaydı ne bala? Kopya özün qoy. Oqsamaydı dep жүргөн жұрттың бәрі маған. Ой, кім айтты саған? Сақал мұрты қайда мына балаң? Ай, өссін да, ер жетсін да. Не сақал мұртпен туылып пен? Oqsamaydı деп атырған жұрттың бәрі. Қалаға қалмады, үш қала. Ай, жетіге келгенше жеті тілейді бала. Атасына ұқсайды, апасына ұқсайды өзінің. Нағаш атасына да ұқсап кетеді, маған ұқсайды, саған ұқсайды. Сен мен лоқ қып жүрсің ба? Не болып қап тыныштық ба? Бала неше айда туылады? 9 айда? Сен қалайша 4,5 айда туып қойдың? Ар жағында 4,5 айдың отчетін бер маған. Сен мен лоқ қып жүрсің ба? Әй, есептесе енді. Үйленгенімізге қанша уақыт болды? 4,5 ай болды. Я, 4,5 ай болды. Менің босанғаныма қанша уақыт болды? 4,5 ай болды. Енді екеуін қоссай? 9 ай. Міне 9 ай шығып тұр ғой. Дұрыс қой, 9 ай ғой. Дұрыс қой, а? Дұрыс қой. Сен де ше? Ана класстастарым не оттап жүр да меніңе? Сені қатының лоқ қып жүр, 4,5 айда қалай туып қойды деп. Оңбағандар, бар сөйлесеш, жақтарына айрам қаз бар. Ойнап тұлар. Сәлем сәл түрде жетті ғой. Ай, мен соңғы кетті ғой. Жынды ма? Адам кредит алғаннан қуанып, күліп шықпай ма? Мен сияқты. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Кіруге рұқсат па? Кіріңіз. Саламатсыздар, қалайсыздар? Саламатсыз ба? Иә.
кеше кредитке документ тапсырып кеткен ғой. Аты жөніңіз? Баттал Басылжан. Батталов Асылжан, Иә. Қазір қарап көрейік. Асылжан, сізді құттықтаймын. Сізге банктен одобрение берілді, 1,5 миллионға. Қойыңызшы, шынымен ба? Иә, бұрын банктен кредит алмаған екенсіз ғой. Иә? Историяңыз таза екен. Иә? Құттықтаймын. Жақсы болды ғой. Мен уайымдап кредит шыға ма, шықпай ма деп апама бір ауыз звондап айтып қояйыншы. Иә, мен сіздің құжаттарыңызды дайындайын. Алло, апа, сенші кредит берді ғой маған? Иә, 1,5 миллион, апа, 1,5 миллион. Иә, тойға дайындала беріңіздер енді. Құдай қаласа, қалтама салып алып апарам ғой қазір. Жақсы, апа. Иә. Жақсы болды. Не мақсатта алып жатырсыз кредитті? Тойға ғой, үйленейін деп жатырмын да. Соған енді тойға, бағана беташар бар, құдалғы бар, бәрін қосып тойлап жіберейін деген ғой. Соған алып жатырмын. Дұрыс, құтты болсын. Иә, рахмет. Қазір мен белгі қойған жердің бәріне қол қойып шығасыз, жарай ма? Болды. Одан кейін кассадан барып, ақшаңызды алып, тойыңызды тойлай беріңіз. Иә, рахмет. Бесік тойға дейін жеткізем ғой 1,5 миллионды. Иә. Болды. Міне, мына жердің бәріне қол қойып шығыңыз. Иә. Түгел. Қолыңды қой, бейшара. Ау? Біресі дедіңіз ба? Жоқ, қолыңыз қойып шыға беріңіз. Иә. Сорлы, кірдің ғой қораға. Не дедіңіз? Ештеңе? Қолыңызды қоя беріңіз. Ештеңе деген жоқсыз ба? Ай сайын, бұл тілің салақтап алдыма келіп тұрасың. Сіз маған бір нәрсе деп жатсыз ба? Жоқ. Қойсайшы қолыңызды. Сіз қойып бере беріңіз, бәрі ар жақта күтіп тұрған қанша кезекте адам бар ғой. Түкілерім бұтағыңмен біздің банкке пахат етесің. Қолыңызды қоя беріңіз. Ішкенің ірің, жегенің желім болады. Әпке, кредит алмай қойсам бола ма? Ау? Алмай қойсам бола ма кредитті? Жоқ. Алмайтын болсаңыз штраф төлейсіз. Қойыңыз қолыңызды. Одобрение шығып қойды сізге. Не істеп қойды ма? Объем 3/5. Еба! Бір хозяин Японияда. Қош. Мен екінші хозяин. Сатқан адам айтты ғой. Қаншаға түсті қалеге? Короче, 6/5 деп тұрген. Барсам 1045 жігіт жүр ғой. Талас, аукцион ана жерде. Жүреді ғой, мықты машина ғой. Мықты машина ғой. Сөйтіп Сомен, короче, бардық 6/5 деп тұрген. Ана хозяин келді 6/6 деді бір кезде. Сөйтіп жүріп, жайлап адамдар кете бастады. И келді 6/7 деп еді, жаңаларын жарты кетіп қалды ғой. 6/8 деп еді, анада бір 100 адамдай қалды ғой. Короче. талас. 6/9 деп еді, 2-ақ жігіт қалдық қой. 6/9-ға мен алам, таласып қалғансың короче. Сөйтіп. И короче, ана хозяин айтты. 7-ге алсаңдар, алыңдар, алмасаң сатпаймын деді. Короче, ана жігітпен екеуміз қарап қалдық бір-бірімізге. Атысып тұрмыз ғой, короче. Ковбойлар ұқсап. Кім бірінші атады деп та. Бір уақытта мен 100 мың алдым да. Мә 7 миллион дедім да.
сөйтіп анау секірді ғой короче конкурент и сөйтіп алып кеткенсің ғой шлифовать етіп кеткенсің Молодец, Ғалеке, құтты болсын. рахмет жақсы болсын сендерге де Рахмет болсын, е. жақсы болсын Бұл япошкілер негізі бар ғой, шеп. Ну, праворулька ғой. праворулька ғой бұл Японияда праворульный немен жүреді жолмен жүреді сосын бұлар бар ғой машинаны өздеріне жасағанда мына машина качествосы зор ғой Енді объем 3-те 5 болса. балдар Ема. Ғалеке деймін да. Братан мынаның бір несі жоқ шығар, я? Минусы жоқ шығар, я? таппайсың ғой Минус жоқ қой. Мына таппайсың мешеді. бірақ бір минусы бар Қой? Бензин көп жей ма? жоқ қайын жұртпен араласпай қалдым короче Көрдің ба, көре алмайды ғой, қайын жұртты көре алмайды. Мынандай мықты машина алдыңыз, сізді көре алмай жатыр ғой. жоқ одан емес наоборот қайын жұртым бірінші келіп құтты болсын айтты ғой Ой, енем пойызға билет алып пойызбен келіп и күтіп алдық қой енемді Онда неге араласпай қалдыңыздар? білесіңдер ғой мен өмір бойы леворулька айдағам ғой Иә. сол күні праворулька бірінші рет отырғам енем мына жаққа отқан мен сен отқан жерде отырмын қатым тура сендей жерде отыр сөйтіп кетіп бара жатқан кезде мен бір жаман әдетім бар да машинада өтсем түкіре беремін да по привычке сол жаққа мына жаққа түкіріп жібергенмін ғой люф деп түкіріп жібергенмін ғой енем бетте былш ете қалған басталды содан қатым хайбай шығады тоқтат машинаны менің анам бетте түкіріп саған не істеді деп құтты болсын айтып келгеніме кінәлі болғаны деп басталды тоқтады енем түсті артынан қатын кетті сонымен енем келген пойызда қайтып мінгізіп жіберді ғой сонымен сондай болды енді одан кейін қайнағалар келіп ұрамыз деп біраз біздің ағайындар шығып түсіндіріп Ой, братан. сондай соған дейін бардық қой короче Қиын болды. сол қиын болды енді күніге енді өзім шығамын да мына оң жаққа қарай қық люф деп осы әдет қылып жатырмын мен Братан, не болды сонша түкіруге бетіме? просто әдет қылып жатырмын деп айтамын деп ренжімеші Братан, не болды? Құтты болсын айтуға келбек, бетімізге түкіріп. жоқ ренжімеші ренжімейді ше Ой, бұндай. Коля Нұрқа жігіттер мен әдейі істеген жоқпын ғой сатам машинаны керек емес қайын жұрттан ағайыннан достан бәрін айырып кететін болдым ғой бекер алыпсың праворульканы Жаным, Ау, мен өте қуаныштымын. мен де қуаныштымын. Бұл өмірде сені кездестіргеніме сондай қуаныштымын. Білесің бе жаным, Иә. мен бүгін саған бар шындықты айтам деп шештім. Қандай шындық? Білмеймін, неден бастарымды басым қатып кетті. Айтсам ренжіп қалам ба деп, сені жоғалтып алам ба деп қорқам бір жағынан. Не ол? Маңызды ма өте? Айта берейін ба? Айта бер. Теріс айналмайсың ба менен? Жоқ. Қандай жағдайда? Қандай жағдай болса да, мен сенімен біргемін ғой. Жаным, Иә. менің семьям бар. Не? Иә, мен осы күнге дейін бойдақпын деп сені алдап келдім. Отбасының бар екенін біліп қойса, маған қарамай қояды деп ойладым. Сол себептен бүгін мен сені шын сүйгендіктен осы жағдайымды мойындауға тура келді. Менің әйелім бар және 5 балам бар. А? Иә. Астыңдағы джип өзіңдікі ма? Ол өзімдікі ол, өзімдікі. Кредитің бар ма? Жоқ, құдай сақтасын, мен кредит деген сізге жоламаймын ондайға. Ой, болды онда. Астыңдағы машинаң главный өзіңдікі болса болды. Құдайым ау, қазір қай еркектің отбасы жоқ? Нормальный еркектің барлығының отбасы бар. Рахмет, жаным. Значит, сен нормальный еркексің, жаным. Жена не стена, а тоқал истина. Жаным, түсініңнен айналдым, түсініңнен. Рахмет саған, рахмет. Официант, енді келші.
рахаттанып отырып кешкісін ішейік. сосын мен машинаңмен қыдырып Қыдырдан жіппен қыдырып. Сондай болады бұл. Қойш. Мен саған айтайын. Ей, бұл деген мына жердің бәріміз ата-бабамыз білектің күшімен, найзаның ұшымен ап қалды ғой. Ой, сен де қатырасың ей. Мен сондықтан мына біз бар ма, руханиятымызды қайтарып алуымыз керек. Ата жолын қайтан табуымыз керек. Дұрыс. Салт дәстүрімізді, мынау тілімізді, дінімізді қайтарып алуымыз керек. Дұрыс. Соны сендер жастар, сендер істемесеңдер кім істейді? Міне сондықтан мынау бұл тіл мәселесі. Бұл тіл мәселесі әсіресе. Жоғалып баратырмыз қазір міне. Ақсақал, осы бір нәрсе сұрайыншы деймін да сізден. Сұра. Мынау қазақ болып тұрып орысша сөйлеген күнә ме, күнә емес пе осы? Так, қазақ болып тұрып орысша сөйлеу ма? Иә. По-моему, күнә емес. А так сөйлеп жүр ғой бәрі. На то пошло бар ма? Аль-Фарабидің өзі 7 тіл білген ғой. Дану гүлбану. Сол мысалы, күнә ма мысалы? Как ты думаешь? Күнә емес ау? Конечно, күнә емес. Тіл білген сайын жақсы ғой. Иә. Мысалы үшін айтамын, мысалы, просто простой пример келтірейін да саған. Мысалы, Шымкент мегаполис болды да? Иә. Енді оны Алматы, Астана сияқты орысша сөйлеу керек қой оларда. Иә. Дұрыс па? Дұрыс. Орысша сөйлемесең мегаполисті алып қойса не болады мынау? Ой, жаман болады өзі. Ол, по-моему, соны күнә деп ойламаймын мен. Дұрыс екен ол. А так обидно болады да ертең алып қойса. Иә. Че там өзің? Уақыт бар ма? Бар ғой? Не объяснюйте, братан. Да? Так, это, ё. Так, Азизін, мына құжаттарды ал да, кімге барасың? Сөйтсен қол қойдырып, ағана заттарды алсын үйге. Жібересің ба? Сізге иә? Иә, біздің үйге жібересің ғой? Болды. Иә, ешкім білмесіне. Болды. Сен білесің ғой, менің әкімшіліктегі ең сенімді адамсың. Болды. Алла қаласа сен скоро менің орныма отырасың. Мен сенің орныма дайындап жүрмін ғой, білесің ғой? Иә, өзіміз деп, давай, не подводи. Болды. Давай. Жақсы. Тоқташы. Алло. Әкім мырза, ассалаумағалейкум. Бұл мынау мешіттің имамы ғой. Кім? Ауылдық орталық мешіттің бас имамы. Сізді мазалап тұрған. Молдеке! Ауылдың молдасы ғой. Шешесі отады ма? Иә, тыңдап тұрмын Молдеке. Тыныштық па? Иә, сол бір мәселемен сізге хабарласып отыр едім. Иә, келіңіз Молдеке. Өмірі хабарласпайтыңыз. Әкім мырза. Біздің мына мешітке қарсы қарамарсы бетте, жолдың арғы бетінде бір есек өліп жатыр еді. Жатқанына бір 2 аптадай болды. Соны мынау келім кетім, жағы құлшылық жасайтындар бар, қонақтар бар. Ананың иісі алып бара жатыр жүді. Иә, соны мынау көше тазалайтындарыңызды жіберіп, мына алдырып тастасаңыз жақсы болар еді. Әкім мырза, өтініш сізден. Қазір қатырам. Енді Молдеке, жалпы өзі шариғат бойынша дүниеден өткендерді арулап, жуындырып, шайындырып, ақ матаға орап, жаназасын оқып, шығарып салу сіздің міндетіңіз емес па? Машалла! Алла көңіліңізді көтерсін. Әкім мырза, оның бәрі жасап қойдық. Иә. Оны жуындырып, шайындырып, кебіндеп, дайындап қойдық. Енді мұнау жақын жанашырларын, ағайын туысқан туғандарын шақыру парызымыз ғой деп өзіңізге звондап атқаным ғой. Молдеке, сонда не керек бар сонда әңгімеліңе? Алып тастаңыз, не баттыңыз? Қазір не баттыңыз? Сөйтіп өтіп па? Барат қазір алып тастайын. Оңбаған десейші. Не дейді? Барымда шана мешіттің ана қарсы бетте өліп жатқан ишақты алып тастаңызшы бар. Ойбай, оның бізге не қатысы бар? Қалай не қатысы бар? Айналай, сен бізге жиі болып келесің ғой. Алып таста бір. Осындай ешек нағашылардан шаршап кетті уже. Бар. Анау өткен. Ана қолында қағаз ұмыт кетті, тапсырып кет бар. Болды. Болады екен. Бұл өмірді бір нәрсе көрмей, көзіге және көресің, көрмей, көрге түспейсің деген осы. Дұрыс екен. Міне. Ақсақал деймін да, осы қазір жасыңыз нешеде? Ой, 90-ға келдің.
Ой, ақсақал біраз жасап қойыпсыз ғой. Аллаға шүкір, Аллаға шүкір. Сіздің жасыңыз нәсіп етсін маған. Аумин, аумин, аумин. Жұғысты болсын. Ақсақал деймін да, енді мынау көргеніңіз көп. Қаншама заманды бастан өткөрдіңіз. Олды ұяға, қызды қияға қондырдыңыз. Айтпа. Енді арманыңыз жоқ шығар. Қайдағы? Ә? Армансыз адам өлген адаммен тең дейді. Армансыз адам ескексіз қайық, ормансыз бұлбұл дейді. Арман біте ма? Көкіректе сайрап тұр ғой арман. Мысалға деймін да ақсақал. Баяғы бала кезіңіздегі арманыңыз қандай еді сіздің? Бала күнімде армандайтым. Ой, шіркін, ертерек есейсем, ер жетсем, одан үлкен қария болсам, бата беріп, өнеге болып атсам деп армандайтыммын. Енді жеттіңіз бе арманыңызға? Ой, жеттім міне, отырмын ғой міне, өткен кеткенге бата беріп. Арманым орындалды, Аллаға шүкір. Бала күнгі арманыңызға жетіпсіз ғой, Құдайға шүкір. Енді қазіргі мына қариялық жастағы арманыңыз қандай деп ойлаймын да. Ендігі арманым ба? Ендігі арманым қайтадан бала болсам деймін. Сурифа! Жөндеп істесейсің? Ой, істеп жатырмын ғой. Сен қайтпай бермесең? Кет! Сурифа! Сен немене қуып отырсың сені? Дұрыстап ойнасың. Жөндеп ойнасың? Кет! Сурифа! Сен ғой бақай өтіп отырсың. Басайсың. Ормашы! Құтыра бер сені. Апама айтам сендерді. Апа! Анау апасын ертіп келеді. Қаш. Ағай, тоқтаңызшы. Мен ба? Иә, сіз ана депутат емессіз ба телевизорде көрсетіп жүрген? Иә. Мені телевизордан көріп жүрсіз ба? Иә, күнде көреміз ғой сізді. Рахмет. Қуанып қалдым ғой. Ағай, сізден бір өтінішім бар. Кешіріңіз, қарындасым, менде ақша жоқ, ақша бере алмаймын. Жоқ, ақша сұрап тұрған жоқпын. Жер ма? Жер, квартира бізде жоқ қазір. Мүмкіндік жоқ ондай. Жоқ, ағай, басқа өтініш. Қандай? Балам аузына түкіріп беріңізші. Түкірік па? Түкірік бар ма? Түкірік жетеді бізде. Түкіріп батырмыз ғой, любой жерге. Жерге де түкіріп тастап батырмыз ғой. Жалқы ма маған? Әкел. Аузын аш. Бәрекелді. Ал, құтты болсын. Рахмет. Балаңыз депутат болды. Ал, балақай, депутат болғада қалса. Жақсы, сау болыңыз. Жақсы. Кеп тұрыңыз, түкір керек болса. Жақсы. Тоқта. Ана балаң өтірікші ұйқы баспаса менен көрме бірақ. Сендердің әдеттерің ғой осы. Жолдарың болмағаса депутаттардан көре салсыңдар. Жақсы, сау болыңыз.